Мынау туу туралы куәлік қой. Анасы деген жерде апамның есімі тұр, ал әкесі деген жерде басқа адамның аты тұр ғой. Бұл қалай болғаны? Кеше апам манты онша емес болыпты деп алып, өзі дым қалдырмай жеп қойыпты ғой. Бүгін қайынапамыз Алия кететін шығар, өз үйіне көп жатып қалды төркінінде. Күйеу іздемей ме екен? Бүгін кетемін деп отырған. Абысынтай, айтпақшы, бағана склад жинап жүргенде бір қағаз тауып алдым. Онда туу туралы куәлік деп тұр. Бір қызығы, онда анасы деген жерде апамның аты тұр, ал әкесі деген жерде атаның аты емес. Бұл қалай болғаны? Бұл адам осы үйдің үлкен баласы болған. Әрі қарай айтқым келмейді, уақыты келгенде білерсің. Апа, келіндерді қатты қинап жібермедік пе? Жоқ қарағым, бәрі жақсы. Үй тірлігімен тамақ жасамаса несіне қатын болып жүр. Кіші келін жуас, тез үйренісіп кететін шығар. Жақсы апа, бүгін мен үйге қайтайын, күйеуім қайт деп жатыр. Жақсы қызым. Ал, мен кеттім, бірақ арасында келіп тұрамын. Күйеулеріңнен бұрын апамның жағдайын жасаңдар. Бүгінгі күнің қалай өтті? Шаршап қалған жоқсың ба? Әдеттегідей өтті. Осы қағазды тауып алып едім. Бұл кім? Ештеңе түсінбедім. Бұл менің туған ағам. Бірақ әкесі бөлек. Апам бұл жайлы айтқызбайды негізі. Бұл ағам қазіргі жеңгемнің күйеуі болған. Жеңгем әмеңгерлікпен екінші ағама тұрмысқа шықты. Әмеңгерлік? Қалай сонда? Ол қалай болғаны? Әмеңгерлік жайлы естуіңіз бар ма? Дұрыс деп ойлайсыз ба? Жалғасын көргіңіз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.